Сәлем қыздар, бүгін S размерлі органайзер тігеміз. Ол үшін бізге прозрачная клеенка, қалам, сызғыш, ролик пышақ. Бұндай болмаса, қайшы қолдансаңыздар болады. Одан кейін мынандай қыстырғыштар констовар дүкендерінен алсаңыздар болады. Екі сантиметрлік, екі қабатталған спанбонд немесе лента, косая бейка қолдансаңыздар болады. Енді алдымен бізге керек мөлшерлерді қиып аламыз. Сызғышпен өлшеп, қаламмен сызып, ролик пышақпен немесе қайшымен керек мөлшерлерді қиып аламыз. Бұл жерде ролик пышақ қолданатын себебім түзу әрі ыңғайлы. Мінекей бізге 44-12, 12-10-нан керек мөлшерлерді қиып алдық. Енді ұзындығына қарай спанбондпен шетін тігіп шығамыз. Басында қыстырғыштарды қолдансаңыздар болады, қолдарыңыз үйренгенше. Одан кейін осылай шетінен отырып тігіп шығасыздар тізбектеп. Енді міне 12-10 деген бөлшектердің ұзындығын 12 сантиметрлік жағын осылай шетін спанбондпен тігіп шығамыз. Осылай тізбектеп тіксеңіздер тез болады. Одан кейін орталарын қия саласыздар. Мінекей біздің барлық бөлшектеріміз дайын болды. Енді арасы 4 сантиметрлік 10 нүкте белгілеп шығамыз. Енді осы әр нүктенің үстіне бір бөлшектен тігіп шығамыз. 10 бөлшекті де әр нүктенің үстіне кезек-кезек осылай тігеміз. Осылай тіккен кезде басында және аяғында закрепка жасауды ұмытпаймыз. Закрепка дегеніміз, яғни алдыға, артқа, алдыға жүру. Сонда мықты сөгілмейтін болады.
мінекей бір жағын тіктік. Енді екінші қабырға жағын оң жағымызға қойып, жаңағы соңғы тіккенімізді бірінші нүктеге тігеміз, екінші нүктеге, үшінші нүктеге осылай кете береді. Мінекей тігіп болдық. Енді шеткі жағынан тағы да жүргіземіз. Шетінен барлық ортасындағы қалташалардың сыртқы жағынан жүргізіп өтеміз. Сонда сөгілмейді, әрі мықты болады. Мінекей бір жағын тігеміз, екінші жағын тігіп болдық. Енді астыңғы жағынан ұзындығын өлшейміз. Бізде 40 см, ені 12 см. Сонда 40, 12, 12, 64 болады ұзындығы. Ені 12 см-лық ұзындық қиып аламыз. Екі жағынан бізде биіктігі 12 см, 12 см-дан екі жағынан белгі жасап қоямыз, бір жағынан, екінші жағынан. Енді жаңағы бірінші белгіленген жағымызға органайзеріміздің төменгі жағынан осылай қыстырғыштармен қыстырып қоямыз. Белгінің мына жағынан. Одан кейін орталарын түзулеп аламыз. Сонда біздің ұзындығымыз 40 см тура келу керек. Бір жағын және екінші жағында осылай белгіленген белгілерден осылай қыстырып аламыз. Енді осыны тігін машинасында тігетін боламыз. Ең бірінші астыңғы бөлшегін тігеміз. Тігін машинасында ақырын бір-бір қыстырғыштан алып отырып, шетінен осылай тігеміз.
Енді екі астын тігіп алдық. Енді осы 4 қабырғасын көтеріп тігеміз. Ол үшін тағы қыстырғыштармен бас жағына тура келетіндей белгілеп қоямыз. Бір қабырғасынан алып үстіңгі жағынан бастап тігеміз. Басында закрепка, аяғында закрепка жасауды ұмытпаймыз. Енді осы тіккен жерлеріміздің астыңғы бөлігінен бастап тігістерін спанбондпен осылай жауып шығамыз. Сонда әдемі болады, тігістері көрінбейді. Осылай жауып шығамыз. Ең бірінші 2 ұзындығы бойынша, одан кейін 4 қабырғасын. Мінекей біздің органайзеріміз дайын болды. 11 қалташадан тұрады. Сәттілік қыздар, тігіп көріңіздер.